Батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал серіп кеткен жер. Бас иіп, иіскеп топырағын тағызым жасамай өтпеңдер. Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етем тұрғанға, құлшылық етем құмдарға, тағызым жасайым қырларға. Шүкірлік етем қашанда, осы бір отанда тұрғанға. Жазы бар, жалынмен жандырған, қысы бар, аязбен қарды. Көктемі бал ауса балдырған, ал көзі алып бір ақ қырман, ақ дәнен ақ нөсер жаудырған, күреңнан жаңа алған тандырдан. Көлденең көлбеген көкжиі, қыранның қанатын талдырған. Пай, киелін еткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер. Бас иіп, иіскеп топырағын, тағызым жасамай өтпеңдер. Бәрекелді. Бар жоғы 4 жылда қазақтың тілін, тегеурінді тілін меңгеріп алған Пак Джисунға құрмет көрсетейік тағы бір. Қошеметтеріңіз. Ал ендігі кезекте Атырау өңірінен келген жас өнерпаз Эдербай Байбақтының орындауында ойламаңдар жігіттер әнін қабыл алыңыздар. Қолдау көрсетейік. Ойламаңдар жігіттер, басыңда дәурен тұрмайды-ау, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойнен бұрмайды-ау. Адам қонақ өмірге бір күні қолын бұлғайды, тірліктің дүбей белгісіз. Ағым бір суда езірлайды-ау. Опасыз мұна дүния, топқа болған кімдерге, өмірдің соңы өкініш, санамен ойлап білгенге. Қадірі болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ойсырап, бір күні көрге иккергенде. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқаны таласын, атыңды сайла бір күні, додаға сенде барарсың. Жеңілсең де, жеңсең де, көппенен бірге боларсың, жалғыз шықпа сапарға, өкініштау қаларсың. Пенденің өзі жалғандау, дүниеге тоймайдау, моласына бір ақтау, алтыннан белгі қоймайдау. Бағыңда өскен бәйдерек, күтімін тапсаң солмайды, арманы биік асыл ер, ұрпақтың қамын ойлайдау. Мұңайма көңлім мұңайма, тыныштал енді жүрегі
сен де тоқтарсың, оны да жақсы білемін ей. Бас имей жүрген тағдырдың текті бір жанның бередім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім, бәріңе соны тіледім. Бәрекелді. Қымбатты қонақтар, бүгінгі сайыскерлеріміздің барлығы дерлік жеңімпаз. Өйткені олар өз мектептерінде, өз аудан қалаларында және облыстарында 100-ден жүйрік шықты. Дегенмен ақтық сында алтындардың арасынан асылдарын таптық. Келесі кезекті марапаттауға берсек, сахнаға 3-ші орын иегерлерін шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Жас ғалымдар конкурсы бойынша қазақ тобы. Бексұлтанов Әлихан, Ақмола облысы. Қыдырханов Елжан, Семей өңірі. Өтемұратов Асылбек, Жамбыл облысы. Жас ғалымдар конкурсы бойынша өзге ұлттар тобы. Жорва Анна, Қарағанды облысы. Луцева Екатерина, Ақтөбе облысы. Абдалимова Мақсуда, Оңтүстік Қазақстан облысы. Жазушылар конкурсы бойынша қазақ тобы. Тұрғалиева Гүлназ, Атырау облысы. Уәлибекова Ділда, Семей өңірі. Әділбек Алтынбек, Солтүстік Қазақстан облысы. Қошқанбай Қарлығаш, Павлодар облысы. Әндір Әсем, Ақтөбе облысы. Жазушылар конкурсы бойынша өзге ұлттар тобы. Галиакбарова Зубайда, Ақтөбе облысы. Тиипова Айымгүл, Алматы облысы. Қолдап отырайық. Ендігі кезекте тілші әдебиетшілер конкурсы бойынша қазақ тобы. Дәулетәлі Айжан, Жамбыл облысы. Сембаева Нұргүл, Ақтөбе облысы. Құланбай Балым, Қостанай облысы. Тілші әдебиетшілер конкурсы бойынша өзге ұлттар тобы. Любовь Курбатова, Солтүстік Қазақстан облысы. Айсел Өзер, Алматы қаласы. Дмитрий Купреев, Семей өңірі. Дәл қазір осы 3-ші орын иегерлері марапаттау үшін ортаға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Алдан Зинуллаұлы Смайылды шақырамыз. Жылы лебіздеріңізді білдіргетіңіздер. Марапаттауды бастауға рұқсат етіңіздер. Қошемет көрсетіп қолдап отырайық ағайын. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз.
ағайындар, мына балаларды қазақ тілін ардақтаған, ұстаздардың еңбегін жандырып жүрген, аталарын бақытқа бөлеп жүрген мына балаларға баршаларыңыздың атынан рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Қазақ тілін ардақтап, осындай олимпиаданы республика бойынша жыл сайын өткізіп келе жатқан біздің түрік бауырларымызға, ағайындарымызға баршаларыңыздың атынан мыңда бір рахмет. Осында ойлап тұрғанымыз, түбі бір түрік ағайындар осылай ынтымағын жарастырып, тізесін қосып бірге беру керек. Мынау отырған орталарыңызда Мырзатай деген ағамыз бар. Сол кісі мынау көне түркі дүниесін түгел зерттеп, Орхон Енесейдегі Құлтөбе көктасын қазақша аударып шыққанда, соны Қадыр Мырзалиев деген өздеріңе білетін данышпан ақынымыз бір шумағын қазақ тілінде былай деп аударып еді. Сонау бастан о бастан жаралғалы қара жер, жаралғалы көк аспан, естемеймен бұл мұндың адамзаттан бағасқан, төрт бұрышы дүниенің соларменен санасқан, олар саған дүбірден қаптап жатқан қалың жау шыбын жаннан түңілген, дырдай болып келгенмен бордай болып өгілген, басы барлар иіліп, тізесі барлар бүгілген. Бізге мына заманда ешкім басы барлар басын иіп, тізесі барлар бүгілмей қойсын. Бірақ бізді түркі дүниесін, осы отырған бауырларды біздің тіліміз бен дәстүрімізді құрметтейтін болсын. Ол ондай құрметке біз осындай ынтымақ арқылы, бір-бірімізді сыйлау арқылы, тілімізді осындай көкке көтеру арқылы жетеміз. Сондықтан да осындай бір ғанибет кештерді ұйымдастырып жүрген, олимпиаданы ұйымдастырып жүрген, мынау отырған түрлі ұлттардың балаларын табыстырып, жүрегімізді елжіретіп жүрген түрік бауырлар, сіздерге тағы да шын жүректен алғысымды айтамын. Мына балалардың бағы жана берсін, көсегелері көгерсін, рахмет. Рахмет Алдан Зейноллаұлы. Жастармен бірге суретке түсуге болады. Рахмет. Жүлделеріңіз құтты болсын, жастар. Орындарыңыз жайғасыңыздар. Динара, есіңде ме, мен саған бағана тосын сый туралы айтқан едім. Әрине. Соның бір емес, бірақ бірегейі Қазақстан Республикасының біліміне еңбегі сіңген. Өмірінің ең бір тәтті кездерін осы қазақ даласында өткізген. Қазақтың еліне деген махаббатын әніне сыйдырып келген Нұрорда халықаралық білім беру кешенінің директоры Орхан Өзтумсук мырзаны қазір ыстық ілтипатпен сахнаның төріне шақырайық. Қабыл алыңыздар. Құрметті ағайын, құрметті қонақтар, мен жас кезімде Қазақстана келдім. Қазақстанның дәмін татып, суын ішіп, ауасын жұттым. Осында білімімді жалғастырдым. Сыпайылық, адамгершілік, қонақжайлықты, бауырмалдықты осында көрдім. Қазақ еліне, қазақ халқына деген махаббатымды, алғысымды осы ән арқылы қабыл алыңыздар. Рахмет.
жаса. Көп рахмет Орхан мырза. Орхан Устумсуктың әсем әуеннен кейін тағы да салтанатты марапаттау рәсіміне көшейік. Үшінші орын иегерлерін сахна төріне шақырамыз. Әнші Бұлбұлдар конкурсы бойынша қазақ тобы. Айнұр Әбдіжалилова, Алматы қаласы. Мәдина Мәлібекова, Талдықорған өңірі. Адина Саметова, Өскемен өңірі. Жігер Серік, Алматы облысы. Әнші Бұлбұлдар конкурсы бойынша өзге ұлттар тобы Зейін Мұхаммед, Астана қаласы. Қолдап отырайық, қолдап. Лавриченко Виктория, Жамбыл облысы. Сотке Анжелиния, Астана қаласы. Сөз шеберлері конкурсы бойынша қазақ тобы. Мадияр Жақып, Астана қаласы. Жамбыл Нухы, Маңғыстау облысы. Заманбек Ермеков, Солтүстік Қазақстан облысы. Гүлзат Қайыргелді, Ақмола облысы. Сөз шеберлері конкурсы бойынша өзге ұлттар тобы Алиева Мадина, Маңғыстау облысы. Дирексен Николай, Павлодар облысы. Мемерикова Валентина, Алматы облысы. Қол соғып қошеметсеңіздер. Дәл осы өрелі өрендерімізді марапаттау үшін сахнаның төріне біз парламент сенатының депутаты Серік Байсейітова Ақылбай мырзаны шақырамыз.